Ух, керемет ұйықтап алдым. От души ұйықтаған сондай. Қазір төсегімді жинап тастайын тез. Светті өшіре салайын, өйткені уж таң атты. Бет аузымды жуып алайын. Қазір тамақ жеп аламын, содан кейін де жұмысқа баратын боламын. Хотя нан жегенге желание жоқ. Міне сосиска дайын тұр екен. Кеше түнде дайындап жемей қойған болатын. Жұмыстан шаршап келіп ұйықтап қалдым. Қазір мен өзім заттарымды алып жұмысқа баратын боламын. Қазір мынаны кимейміз, аяқ киім мен штанды киіп алайық та жұмысқа барайық. Ей, житель, қалайсың? Ауылда не жаңалық бар? Ауылда жаңалық жоқ дейді. Ауылда жаңалық жоқ, уже бай кеткеннен бері ауылда жаңалық жоқ болып жүр. Өйткені бай бар кезде ауылда қызық болады, көптеген қызықтар болады. Ал қазір біз осы бидайды жинап алайық. Өйткені алдыңғы аптада маған жұмысыңды дұрыс жасамадың деп 2 алмаз берген болатын. Негізі бір аптада 10 алмаз алу керекпін. Осы аптада жұмысымды дұрыс жасадың деп 10 алмаз береді деп ойлаймын. Өйткені алдыңғы аптада 2 алмаз алған кезде ештеңе сатып ала алған жоқпын. Қазір міне сәбіздерді жинап алайық тездес. Достар, кеш бата бастады. Сондықтан да жұмысымызды тезде жасап тастайық. Қазір міне картопты жинап алайық. Картопты. Мына жерді сиыр басып кеткен секілді, достар, мына жерді басып, қазір картоптарды отырғызып, тез үйге баратын боламыз. Және де бүгін бір негізі жаңалық бар. Бай ауылдан кетіп қалған болатын. Сондықтан да біз байдың үйін тонауға тырысатын боламыз. Байдың бүкіл алмаздарын алып, қалаға көшіп кетуге тырысатын боламыз. Өйткені бай ауылда жоқ, сол уақытта біз байдың үйін тонап кете аламыз. Қазір осы жұмысымызды бітіріп болып, үйге барып, байдың үйін тонауға баратын боламыз, достар. Өйткені бай өзінің охранниктарын алып, қалаға жаңа үй алуға кеткен болатын. Қазір біз өзіміздің үйімізге барайық. Жұмысты жасап бітірдік. Қазір міне үйімізге жетіп қалдық. Қазір тез киімімізді ауыстырамыз. Жұмыс киімімізді шешіп тастап, міне қазір мусор лақтырып жіберейік. Қазір киімімізді шешіп тастап, байдың үйіне баратын боламыз. Қазір мыналарды салып тастаймын да. Неге салып тастадым. Негізі мотыганы алып қалу керек еді, бізге керек болады. Қазір тыныш, ең бастысы ешкім естімеу керек. Қазір кішкене қараңғы батқаннан кейін баратын боламыз. Достар, осы байдың үйін ұрлап болғаннан кейін, байдың үйін тонап кеткеннен кейін, мен өзім досымды жолдан күтіп алып, екеуміз бірге қалаға көшіп кететін боламыз. Өйткені бай ауылға келген кезде өзінің охранниктеріне бүкіл үйді тексерткізетін болады. Сондықтан да қазір досым үйін көрейін, оның керекті заттары болса ала саламын. Жоқ, вентиляторын өшіре салайық. Керекті заттар жоқ екен, ол өзінің бүкіл заттарын алып кеткен секілді. Қазір есікті жабайық. Қазір байдың үйіне осы шетпен барған дұрысырақ деп ойлаймын. Ештеңке білмейтін адам секілді бару керек, өйткені шетелдер көріп қойса, потом байға айтатын болады. Бай бізді іздейтін болады. Қазір бай үйінде жоқ. Міне, достар, алмаздарын алып жатырмыз байдың. Бүкіл алмаздарын алайық қазір. Қолымызға өтірік сосискені ұстап алайық та, шетпен барайық. Өйткені қолымда алмазды көрсе, жителдер подозрение ұстайтын болады. Оданша қолымызға қуырылған шұжықты ұстап, өзіміздің үйімізге барайық. Осы ең безопасный вариант болды. Міне, достар, өзіміздің үйімізге келдік. Енді қазір өзіміздің заттарымызды алатын боламыз, және де қалаға кететін боламыз. Мен қазір жолға шығамын, өйткені досым қаладан келе жатыр. Сол досыммен бірге қашып кететін боламын. Қазір енді не істейміз, достар? Қазір ең бастысы жителдер өзінің үйіне кіріп кеткенін күтетін боламын. Сол уақытта қаладан қашып кетуге болады. Қазір кішкене күте тұрамыз. Сол кезде жолға шығып, өзім досыммен бірге қалаға қашатын боламын. Және де қаладан жаңа үй алып, қалада жаңа өмір бастайтын боламыз. Міне заттарды алып, өзіміздің заттарымызды алып жатырмыз, достар. Қазір тез баратын боламыз қалаға. Міне есікті ашайық, достар. Енді қазір қашатын боламыз. Бір житель мен досым үйінің алдында тұр екен, мусорды алып жатқан шығар. Міне осы жолмен шығып кететін боламыз. Қайран ауылым. Міне, мынау мен көршімнің үйі, мынау менің үйім, мынау досымның үйі. Ал ендеше, достар, сіздермен болған мен Еркен Ти. Қалада көріскенше, сау болыңыздар.